арада бір кикілжің сондай бір келіспейтін жағдайлармен жаңағыдай төбелестер де болып жатты. Енді ол кезде біздің кезімізде компьютер деген ең алғаш шығып жатқан кезі, ол кезде бізде компьютерға деген қызығушылық болған жоқ. Енді осы кейіннен бірте-бірте жаңағы сабақ, ол енді оқушы болғаннан кейін сабақты қарайды, ал енді ол кезде компьютер біздің кезімізде енді ауылды жерлерде тарады. Енді ол кезде өзіміздің қазақтың ұлттық ойындары асық ойнау, жаңағы ләңгі тебу болды. Енді көп ойындар болды ғой, бірақ енді соның ішінде рогатка болатын. Дәулет, сен рогатканы білесің бе не екенін? Асық ойнадың ба? Асық 2-3 рет қана. Қызық емес пе? Онша қызық емес. Неге? Достарым шақырған кезде ойнаймын, бірақ өзім ойнамаймын. Өз еркім. Саған қызық емес, е? Одан да компьютердағы ойын қызырақ па? Иә. Жақсы, міне. Үйде кішкентай бар ма? Бар, мен өзім 1,5 жасар қызым бар. Қазірдің өзіне кейде бұлай. Енді олар енді іштей оқып туған сияқты, біз кейіннен бір бақылап өткен, біз спортта жүргеннен кейін семьяны көрмейміз ғой. Соны баламыздың қаншалықты өскенін де байқамай қалдық та. Енді қазір 1,5-да енді бізбен бірдей біледі деп айтуға болады. 1,5-дағы қыз бәрін біледі. Енді почти енді сол сотканы қалай қосу керек, қалай нету керек, соның бәрін біледі. Ішіндегісін бәрін ашып көреді. Ол менің ғана балам емес, ол бәр бала солай сияқты. Дос балалардың балалары да бар. Барлық балалар бар. Кейде біз мақтанамыз керісінше. Осылар қайдан біледі осыны, іштей біліп туған ба деп. Ал бірақ та оның тәуелділік деген нәрсе сол кішкентай кезінен қалыптасатынын байқамаймыз, иә? Лимана, дұрыс па сөзім? Дұрыс, сосын ата-ананың егер қаншалықты деңгейде дамығанына байланысты екен көп нәрсе. Жаңа айтып отырмыз ғой, кез келген біз ата-ана қазір компьютерді қалай пайдалануды білеміз, демек бала туыла салып оны біледі, оны мына жақта қалыптасты. Тіл жақсы білетін ата-аналардың балалары да кез келген тілді тез алып кетеді екен. Музыкант ата-аналардың балалары жаңағы музыкада ойнап кетеді, спортшының баласы спортсмен болады, былайша айтқанда генде бар ол нәрсе. Тұқымда бар, тұқым қуалайды. Шәріпхан мырза, қазір мектептегі психологтардың енді жұмысы ауыр екенін білеміз. Өте ауыр. Қазіргі бала бұрынғы балаға қарағанда басқаша дейді. Қазір мен кішкентай Дәулеттің анасын шақырғым келіп отыр осы студияға. Қаншалықты сол мектеп психологтарымен сол аналар жұмыс жасайды екен. Тығыз байланыста екен. Білгіміз келеді. Рима ханым, келіңіз. 47-де 2 ұлдың анасы, кішісі Дәулет, үлкені 26-да ғой деймін. Рима? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз. Қалыңыз. Ой, қуаныштымыз. Бұрынғы жұмыс орныңызды еске түсірсек, мүлдем қорқынышты болады. Айтамыз ба? Айтайық. Айтыңыз. Мен енді көп жыл Тараз қаласында мына сотталған 9 жастан 16 жасқа дейінгі балалардың колониясы бар. Сол жерде тәрбиеші болып жұмыс жасадым. Сол балаларды көріп өскеннен кейін, енді ол балалар ұрлық істеген, адам өлтірген, адам зорлаған, неше түрлі қылмыс істеген, үлкендерден өткен қылмыстар бар. Сол балаларды көріп өскеннен кейін, мен кішкентай үлкен ұлым қазір 26 жаста, соны кішкентай кезден бастап еңбекке үйрете бастадым. Ол жетіспеушіліктен емес. Сол колонияда жұмыс істемегенде сіз сонда балаңызды еңбекке баулымас па едіңіз? Баулымас едім, өйткені мен білмес едім. Енді каникул кездерінде жұмыс өткіземін, жетіспеушіліктен емес ол. Бала бір нәрсемен шұғылдану керек, бос уақыты болмау керек. Жаңа балаларды күніге көргеннен кейін, өзім сол жерде жұмыс істегеннен кейін, ана балам жаман жолға түсіп кетпесін деп, жаңағы салыстырып отырып, жұмыс өткізіп, өзі кішкентай болса да тиын тауып, өзіне де жақсы, маған да жақсы көз алдында жүреді. Солай. Ал енді мына екінші ұлым, қазір Дәулет, 11 жаста. Қазір бос уақытында жаңа таэквондоға барамыз, музыкаға, домбыраға үйренеміз. Одан кейін жаңағы анимациямен айналысамыз. Біз бос уақытымыз болмайды. Сонда төбелесуге. Жаңа 2 сағатты компьютерға қайдан табады? Компьютерға уақыт табады кешке қарай. Жатар алдында көрпенің астына тығылып компьютер ойнайды кішкене. Майнкрафт деген. Енді қазір өтпелі кезеңнің алдында тұр, төбелеседі екен мектепте. Жаңа айтып жатырмыз. Психологтармен сөйлесесіз бе? Мысалы, тығыз жұмыс жасайсыздар ма мектептің? Енді мен мектепте ата-аналар комитетімін ғой өзім. Сосын мұғаліммен тығыз байланыстамын. Енді балалар болғаннан кейін, бала болғаннан кейін төбелеспей тұрмайды ол бәрібір. Неге төбелеседі, білесіз бе соны? Енді болмайтын нәрсеге төбелеседі да енді. Мұғалімдер айтады, балаңыз жыбырлақ дейді. Жоқ, мысалы, нақты бір төбелестің не үшін болған білесіз бе, ана ретінде? Сол бір-біріне ұнамайтын бір сөз айтып қалады бала болғаннан кейін. Дәулет, айтып берейін ба? Сатпаймын. Шын айтамын. Бірақ енді көбінесе... Қазір бір секунд, бізде көрерменіміз тұр, желіде біраз болды. Білем, хабар жаңа ғана басталды, сіз хабардың басынан хабарласып осы тақырыпқа байланысты ойыңызды айтқыңыз келіп отырған. Тыңдап тұрмыз сізді, көрермен. Ләйлә ханым, сәлеметсіз? Қайырлы күн. Мен жасым 25-те, Астана қаласының тұрғынымын. Жалпы Астана қаласының мектебін бітірдім.
Ондай бізге негізі 8-9 сынып аралығында ондай болған, жаңағы төбелесу, біраз бұзықтық жасау деген сияқты. Бірақ өсе келе жаңағы ондай әдетімізде арылдық қой. Қазіргі сәтте 2 балам бар. Үлкені 3-те, екіншім алайшысы 1 жасқа толады. Үлкенім жаңағы дене бітімі сәл-пәл күрес, сондай балалардың несіне ұқсайды. Нақты бүгінгі тақырыбымызға ауыссақ, иә? Түсіндім. Балаңыздың? Сол енді 2 ұлым алайшысы жаңағы осы үлкен спортшылар сияқты болсын деген ниетпен. Былайша айтқанда, баланың бойында агрессияны жою үшін сіз ана ретінде оянбас үшін не істеп отырсыз? Жаңағы ойлаймда көп жағдайда жаңа отағасы үйде болмайды ғой енді. Ол көбінесе жаңағы спортқа аулау, көбірек қызықты кітаптар оқу, мысалы, ана ретінде өзін үйде отырып, мысалы, олар сурет жазу қазірден бастап, суретті салу сияқты. Сол жаңағы ұлттың көбінесе тәрбиесіне спорт жағынан мән беру керек сияқты деп ойлаймын. Бәрекелді, баланың бос уақытын қалдырмау. Әрине психологтар да оны айтады, бірақ та бос уақытын болғанда көбіне тағы да тәрбиеде әкені де кінәлап жатамыз. Әкенің балаға бос уақыты болмайды. Бірінші көрерменіміз оған өзде мысалын келтірді. Қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Мемлекет және қоғам қайраткері Әлімхан Ермековтің қазақ СССР-ның шекарасын белгілеу кезіндегі орасан еңбегі қазақ тарихында мәңгіге қалмақ. 19-шы жылы мен баяндамашылар біздің семейдің ақмоланың Қазақстанға өту туралы. Математикадан тұңғыш қазақ профессоры Әлімхан Ермеков. Қазақтың балалары, ауылда өскен қазақ ұлтының өкілдері математиканы қазақтың ана тілінде білсіндер. Жыламасын деп балаңызды көк жәшіктің алдына отырғыза салған кезіңіз есіңізде ме? Әрине, бірнеше жұмысты қатар алып жүретін әйел затын бұл үшін ешкім де айыптай алмас. Дегенмен сол мультфильмдердің бала психикасына тигізер зияны туралы естідіңіз бе? Мәселен, Ресейдегі ата-аналар Симпсондар, Гриффиндер ертегілерін зиян деп телеарналарды сотқа берді. Оларды психолог мамандар да қолдауда. Ал Жапонияда Покемондар мультфильмнің 38 сериясын көрген 500-ге жуық балақай эпилепсия дертімен ауруханаға түскен. Машаны аузының суы құрып көрген бала да бірден өзгеріп шыға келеді. Келсесіз бе? Тапжылмай, тыпыршымай 2-3 күн көріп алған соң, өзі де тура сол сары қыздың іс-әрекетін қайталап, гипербелсендіге айналып кетеді. Дегенмен Машаның сабақ оқып, аюға қамқорлық жасауын кей психологтар балаға үлгі болар әрекетке балайды. Бәріміз сүйіп көретін Том мысық пен Джерри тышқан зорлық-зомбылықты насихаттады деп кей елде 16 жасқа дейінгі балалардың көруіне тыйым салынды. Дегенмен олардың артық сөз айтпай, соңында үнемі достасуы баланың психикасы үшін аса маңызды. Спанч Боб та америкалық шедевр. Досы Патрик екеуі әркез құлағы мен мұрнына керексіз зат қыпалап тастайды. Мұны кез келген бала қайталап көргісі келеді. Психологтар бұл мультфильм баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына кері әсер етіп, деградацияға жетелейді дейді. Гамми аюлары, Мадагаскар, мұзбасу кезеңі, көліктер сияқты мультфильмдерде үнемі дөрекі сөздер айтылады. Демек тез бейімделгіш бала санасы оны оп-оңай есіне сақтап алады. Яғни шектен тыс қызылды жасылды қанық түсер, кенеттен шыққан дыбыстар мен шатасып кеткен сюжет, трюктар мен зұлымдықтың сан алуан түрлері сіз таңдаған мультфильмде жоқ па? Көк жәшіктің алдына баланы отырғызып кетпес бұрын анықтап алыңыз. Расында да бұл тізімге тағы да жаңа Дәулет айтқан Майнкрафт және басқа да хлебоутки сияқты дәл қазіргі таңдағы өте әйгілі мультфильмдердің ойындарды қосуға болатын шығар, кім білсін. 1960 жылы Стэнфорд университетінің белгілі ғалымы Альберт Бандура зерттеу жүргізген. Ол агрессиялық әрекеттері бар кино мен мультфильм көрсетілгеннен кейін балалардың 88% сол істерді қайталайтынын дәлелдеп берген. Қазақстанның интернет қауымдастығы болса, олар мынадай дерек келтіреді. Ғаламтордың оның ішінде зиянды контенттердің ең белсенді пайдаланушылары 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар. Олар барлық пайдаланушылардың 64%-ін құрайды екен. Мінекей бұл нақты мәлімет. Бәрібір әсер етеді деген сөз. Бүгін біз алысқа бармақ, Дәулет ақ бәрін айтып берді бізге. Кімнің немен айналысатын, не үшін төбелесетін. Аға, мектептегі жағдайды білгіміз келеді. Қазіргі уақытта бұрынғы қазіргі балалар деп бөліп отырғанымызға біз өзіміз кінәлі шығармыз мүмкін.
Әрине, балаларды олай бөлген мен жалпы дұрыс деп айта алмаймын. Жалпы қатыгездік тудырады. Сондықтан бұл жерде біздің халқымыз айтқандай, дана халқымыз, мынау отбасындағы мейірімділік, отбасында махаббат, ата-ананың шуағын көріп өспеген бала, ол болашағында сол қатыгездікке бой ұруға жақын тұрады деп ойлаймын. Сондықтан біздің мынау нарық заманында өзі қоғамдағы құндылықтар өзгеруде. Бұрынғыдай адам-адамға дос, мейірімділік жабақ емес, қазір ақшаға қарай бейімделген. Содан енді олар үлкендерден көреді ғой. Сондықтан біз үлкендер жалпы қоғамдағы өзімізді қалай ұстанып, қалай бір-бірімізге қарым-қатынасымызды құратын болсақ, біздің балаларымыз да солай болады деп ойлаймын. Ал енді тәрбие орындары, мектептер, біз оның барлығын біле отырып, мысалы біздің мектепте өзіміздің халқымыздың ұлттық құндылықтары негізінде тәрбие жолға қойылған. Мектептің қоңырауынан бастап жаңағы қазақтың әуендерімен басталады да жалғасады. Мысалы, енді қанша дегенмен біз мектепте оқып жүргенде мектеп директоры біз үшін қорқынышты апай мен ағай болатын. Шыны ғой, иә? Директордың кабинетіне апарса бітті. Иә, соңғы мысалы кабинет. Сені директордың кабинетіне апарумен қорқытатын. Бардың ба өзің Айбек өмірінде директордың кабинетіне? Санын білмеймін, әйтеуір негізінде барған болатынмын. Біраз мектепте жүргенде көп рет барған сияқтымын деп. Енді ол оқушы болғаннан кейін, жаңағыдай бұзақылық жасағаннан кейін, ол кезде мұғалімдерден да қорқатынбыз. Және де директор дегенде ол үшін бізге енді шын айтқан кезде бір тағдырын шешетін адам секілді болып тұратын да. Ол кісінің өзі кабинеттің алдына кіріп бара жатқан кезде сондай болатын. Ал енді қазір оқушылар қорқады деп көп ойламаймын, өйткені ағай сізден қорқамын мысалы. Ағай дейтін бізге ағай ғой, мектепте ағай болды ғой, директор ағай. Енді қорқамын, былай өзіңіз келе жатқанда байқайсыз балалардың арасында. Айтпаймын, сыйлайды шығар. Мен өзім балаларға бұрын сәлем беріп жүрмін. Сондықтан олар мені көргенде менен бұрын сәлем бергісі келіп тұрады. Сондай енді бізде демократиялық сондай бір. Сөйлесесіз, иә, мысалы осындай балалармен әрқайсысымен сөйлесіп. Мысалы, бейресми көшеде көріп қалсаңыз, өзіңіздің мектебінің оқушысы екенін танисыз ба? Ол бірден келіп сәлем береді. Жақсы. Дәулет, айта қойшы, мектептің директорын танисың ба? Сендердің мектебінің директорлары кім? Әлия Маратовна. Әлия Марат қызы, иә? Директордың кабинетіне бардың ғой өзі? Жалпы түсінесің бе, директордың кабинетіне бару деген ол не екен? Барған емеспін. Не үшін апарады директордың кабинетіне? Бұзақылық жасаған үшін, басқа балаларға тиіскен үшін. Ұрған үшін. Мұғаліміз сонымен қорқытады. Мұғаліміз қорқытады. Көрдіңіз бе, мұғалім директорға апарам деп қорқытады дейді. Қаншалықты дұрыс осы ал енді Лимана? Көрдіңіз бе, баланың уже психологиясы, баланың санасында ол бір жаңағы бір болмайтын нәрсе сияқты көрініп тұрды. Көрдіңіз бе, қалай естіліп тұр? Мұғалім бізді директорге алып барам деп қорқытады дейді. Ол қорқыту тәсілдің бір тәсілі, бірақ шын мәнінде бармайды деген сөз ол. Жай қорқыту. Қорқыту. Мына бір ағаш секілді, таяқ секілді бір инструмент сияқты болып тұр ғой. Директор. Директорге барасың. Жақсы. Тыңдап тұрмыз, көрерменге кезек. Бірден көрермендерден сұрайықшы. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз? Ақылды жігіт сондай. Сәлеметсіз бе? Сіз директордың кабинетіне бардыңыз ба? Бірінші сұрақ. Жоқ, барған емеспін. Бармаймын да деп қойсаңыз сонда. Өтіп кетті ғой. Танысайық, есіміңіз, жасыңыз? Менің есімім Мақпалат, 22-демін. Жақсы. Айтыңыз. Сәлеметсіз, Сұлтанқызы және Лимана ханым, сізге сұрағым бар еді. Иә, тыңдап тұрмын. Менің інім 6-шы сынып оқиды. Сол қосымша сабақтарға қатыстырамын, домбыра, сүйрет деген сияқты. Сол сүйретке барып келе жатқан кезінде көпірдің астынан бір үлкен бала ұстап алып, соткасын тартып алған. Өзінен қорқам ана баланың дейді. Енді сүйретке де бармаймын, домбыраңа да бармаймын, рахмет. Сізден көмек сұрап тұр Лимана. Қорқып қалған, ол баламен сөйлесу керек. Қатыгездіктің құрбаны болу. Иә, қатыгездің құрбаны, сосын бәрібір осы жерден өтесің деген секілді бір қосымша бір тағы да не қалдырған болып тұр ғой ойда. Қорқыныш ой қалдырған болып тұр ғой. Сондықтан да онымен жеке сөйлесу керек ол баламен. Қандай да бір іште бір қалып қойған бір не бар, үрей бар ода.
Ол стресс, бір қатты бір стресс алған бала. Директор ағай деп балама ренжімеңіз, Шархан ағай. Айтыңызшы, сізге осы ата-аналар көп келе ме? Балаларының психологиясы туралы, балаларының тәртібі туралы. Менің балам қатыгез болып баратыр, төбелесетін болды, боқтайтын болды деп. Жоқ, енді ондай мәселеменен ата-аналар Сізге емес, психологқа, мысалы, мектеп психологына. Енді мектеп психологына да енді көп ондай ата-аналар келді деп мен айта алмаймын. Неге? Сонда бала неге қатыгез болады? Қайдан туады бұл қатыгездік? Енді жаңа мен бастағанда айттым ғой, қатыгездіктен отбасындағы тәрбие дедіңіз. Отбасындағы тәрбие бірінші мәселе. Одан кейін енді мектептің өзінде де мысалы қойылған жұмыстың, тәрбие жұмысының әсіресе, сол ата-аналарменен байланыс күшті болу керек. Мысалы, біздің ата-аналарды ешкім әке, ана болуға үйретпеген. Мысалы, ол кешегі оқушы, одан кейінгі мысалы оқушы студент, одан кейін отбасын құрады, одан кейін енді өмірдің әртүрлі ағымына түскенде кейде өздері келіспеушілік туады, басқа жағдай болады деген сияқты. Міне осындайда сол ата-ананың өзіне тәрбие беріп, сол кісілер арқылы олардың балаларын түзеуге ықпал етеміз. Жалпы жиі кездесе ме психологпен ата-аналар? Кездесіп тұрады. Соны сауал айына қанша рет? Мысалы, биылғы оқу жылының өзінде біз ата-аналармен 3 рет психологиялық сабақтар өткіздік. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар. 5 ай, шамамен 6 айда 3 рет кездесті, иә? Жоқ, мен айтып отырған, мысалы, оқу жылының ішінде бұл теле арнайы, бұл бүкіл республика бойынша істеліп жатқан іс-шаралар. Кешенді. Сонымен қатар біз мектепте ол күнделікті ата-аналар жиналысында өздері келгенде жолығып, әңгімелесіп, проблемаларды қарап отырамыз. Біз енді көп жағдайда ата-аналарды кінәлаймыз, әрине ата-аналар. Ал кейбір ата-аналарды тыңдап отырсаң, осы мектепті кінәлап жатады, мектеп мұғалімдерін кінәлап жатады. Балаға дұрыс сабақ бермейді, балаға дұрыс қарамайды деген сияқты. Айбек, жиі еститін шығарсың өзің. Енді сенің қызың 1 жарымда болғанмен жолдастарының балалары мектепке баруы мүмкін. Мүмкін бұл проблемамен сен де уақыт өте келе, кім білсін. Қазір әдемі тренд сөз болды ғой, психологқа бару деген. Енді психологқа бару деген, енді мен үшін бұрын сенбейдім психолог деген неге. Осыдан бір үлкен жарыс болды, Евразия барысы деген. Тараз қаласында өтті. Сонда тренерлер келіп, Айбек, сен жарыста шаршап жүрсің ғой, психологпен сөйлесіп көрсетші дейді. Сонда айтам, психолог, мен өзімде психолог емеспін бе? Мен өйткені әр жерге барған сайын біз өмір көріп келе жатқан сайын біз психолог көргенде, бірақ психологпен бірінші күні, екінші күні сөйлестім, как-то өзім секілді сөйлесіп тұрды. Қазір біз Айбектің психологпен нақты не туралы сөйлескен туралы жарнамадан кейін білетін боламыз. Құрметті көрермен, алыстамаңыз. Отбасындағы шиеленістер мен ұрыс-керістер баланың психикасына әсер етпей қоймайды. Әлемдік психологтар бұл факторды баланың қатыгез болып өсуінің бірден-бір себепшісі дейді. Дәлелденген, әке-шешесінен кішкентайынан қаталдық көрген бала сыртта да дөрекі, агрессивтік мінез танытады. Ал бүгінгі ұрпақ қандай тәрбие алуда? Өздерінен сұрап көрдік. Айтады. Апа, қандай ақыл айтады? Папа маған үй жинаны телефон әкелмейді. Бір нәрсені білдіріп қойсам ұрады. Папа мамаңды тыңдайсың ба? Иә. Олар қандай ақыл айтады саған? Тәртіпті бол деп айтады. Сен тыңдамайтын кездерің болған ма? Иә. Сонда не деп айтады? Апайларды тыңда деп айтады. Ұрса ма? Иә, ұрсады. Сен ренжисің ба? Ренжімеймін. Маған анам неге маған кофта алып бермейсің деп ұрсады. Мен әкем болса не деп ұрсады саған? Маған әкем телефон алып келмейсің деп ұрсады. Сен ренжисің ба папаны? Неге? Алып келем. Сондай-ақ ересектердің де пікірін білдік. Балабақшадан бастап баланы тәрбиелеу керек. Ол егер кішкентай кезінен жақсы тәрбиеленсе, өскенде жақсы бала болады. Бірінші рет ақылмен айту керек.
егер тыңдамай бара жатса ұрсуға да болады. Балаға әкесі де анасы да болу керек деп ойлаймын. Өйткені анасы өскен бала, әкесі өскен бала ол толығымен жетілмейді. Ана мен әкенің құшағында өсіп, еркелеп, екеуіне бірдей жылы сөздер айтып өскен баладан, ал жалғыз өскен балада ол менің ойымша өзімшілдік мінездер пайда болатын секілді. Ал қатыгез балалар қайдан пайда болады деген сауалға пікірлер түрлі. Ата-анадан емес, ол жан-жақты ортадан шығуы мүмкін, немесе өзінен де шығуы мүмкін. Ата-ананың да көңіл бөлмеуінен болуы мүмкін, үйдегі кекілжіңдер болып қалуы мүмкін. Кекілжіңнен де ол баланың мінезіне әсер етеді. Қатыгез бала мен ойымша ең бірінші жолы ата-ананың тәрбиесінен шығады, ол өзіне байланысты, ол психологиясына. Себебі ол үйде ұрыс-керістен немесе шиеленістен ол бала төмендей береді, көңілі түсе береді. Бала ол үйден алған тәрбиесін ол далаға, сыртқа көрсетуі мүмкін. Мысалға, ол әкесінің дөрекілігі, анасының дөрекілігі. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін ең алдымен баланың ішкі ойын білу керек деп ойлаймын, ата-ана. Ең алдымен баламен жақсылап сөйлесіп, оның қиналып жүрген ісін біліп алу керек. Ал егерде ол ісінен егерде ол сол ісін басқа түрмен жасап, мысалы, етіп жатса, онда ол ата-ана басқа шара қолдану мүмкін деп ойлаймын. Мысалы, ұрып, ұрсып дегенде. Кейде анамның ыдыстарын сындырып алған кезде анам ұрады. Кейде біз бала ештеңе байқамайды дейміз, өздеріңіз тыңдадыңыздар, шынайы ой пікір айтылды. Жаңағы әңгімеміз, бізде көрінген бар дейді Айбек қазір. Тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн? Алло, саламатсыз. Иә, қайырлы күн, тыңдап тұрмыз сізді. Мен өз ойымды айтайын деп едім. Директор мырзаға, бер жағында отырған кісі. Естіліп тұр ма сізге? Естіліп тұр, иә, айта қойыңыз. Ол кісі айтады, үйде баланы еркелетіп, мейірімге бөлеп, шуағына бөлеп өсіру керек дейді. Мен ол пікірге қарсымын. Өйткені, мысалға, менің өзімнің семьямда менің әке-шешем қатты тәрбиемен өсірген. Анау болмайды, мынау болмайды, осылай айтып өсірген. Менің тәрбием бөлек, мысалы, мен жолдасым. Оның үйінде басқаша болған, жаңа директордың айтқанындай. Оны шуағына бөлеген, өсірген, бәрін алып берген, ешкім оған сөйлемеген, бетіне қақпаған. Ал қазір қарасаң, екеуміздің тәрбиеміз екі түрлі. Мысалы, 3 баламыз бар, уже ол балаға ұрыспа, бүйтпе, сөйтпе деп басына мысалы жібереді. А мен наурат ұрсам, олай болмайды, былай болмайды, осылай болмайды, екеуміздің пікіріміз екі жақта болып жатады. Менің өзімнің пікірім, мысалға мен өзімді мақтаған емес, любой ортада сіңісе алам, жұмысқа барсам да мысалы мен тәрбиемді мақтап айтып жатады. Қай жерде де мен өзімді көрсетіп білем. А кішкене күйеуім оған бәрі болу керек. Бәрі не деп солай өсіреді, ол мен дұрыс емес деп ойлаймын. Ол ата-ананың тәрбиесін қатал тәртіппен өскен адамнан жаман адамның шығатқан ештеңесі жоқ. Баяғы совет заманында бәрімізді қатал тәртіппен күшті өсірді мысалға. Сол тәрбиеден жаман болатын азаматтарды көп тұрған жоқ. Қатал тәрбие деген ол не? Қатал тәрбие мысалы балаға болмау керек. Мысалға болмаса жаңа мектепке барғанда бір жерде көмектесу керек. Соның бәрін үйретіп отыру керек үйде. Көнбеген жағдайда? Қазір заманда бәр балдарға мынау да болады, анау да болады, айфон ба, не киім ба бәрін алып береді, ырбаңдатып еркелетеді. Ырбаңдатып еркелетпесін дейсіз ғой сіз. Соның кесірінен осындай балалар, қатыгез балалар бәрі болады. Болмайды, заттың шегі болады ғой, заттың бәрі бола бермейді ол. Жақсы, мен сізге нақты сұрақ қойайын. Болмайды деген жағдайда, балаңыз тыңдамаған жағдайда не істейсіз, қалай жазалайсыз? Менің балам кішкентайына мен өсіп кәдім, көбінде менің үйде тәрбием көбіне мен өзім тыңдатқызам. Болмайды дегенде ол болмайды тыңдайды. Жақсы, бала келіспеуі мүмкін ғой, бала ғой. Қасында адамдарды қараса, анау айфон 6 алып жатыр, анау бірдеңе алып жатыр. Оның бәрімен жайлап түсіндірем. Сен сабағыңды жақсы оқы, ерте өзің қолың жеткен кезде соны сен аласың. Ал саған тек қазір момент
сабағыңды жақсы оқып, жақсы маман болып, жақсы, азамат болып түсіндік өсу сізді, керек деп. рахмет. Енді менікі дұрыс па, күйеуімнікі дұрыс па деген әңгіме сияқты енді бұл жерде. Қазір Шарпан аға сіз және Лимана жауап берсеңіз, бірақ біздің Айбекпен психологқа барған әңгімеміз бітпей қалды. Мен үшін өте қызық. Не туралы әңгімелесіңіздер, Айбек мырза? Үшінші күнге келіп тоқтадыңыз, ары қарай. Енді мен өзім бірінші рет кездестім да, Таразда бір апайымыз бар, сондай үлкен мықты осы Астанада психологиялық неме жүргізген. Енді біз енді спортшы болғаннан кейін, үйдің үлкені болғаннан кейін көп нәрсені біз ойлаймыз. Анау бүйтпесе екен, бауыр қарындастарымыз бүйтпесе екен, бұлай істемесе екен деп. Соның өз өмірдің бір немесі бар. Ана жұмыс, мына жұмысты ойлап, спортты бәрін бір жерге тығыздап қоямыз да біз. Белгілі бір шекте қойып қоямыз. Белгілі немеге. Ал негізінде сол кезде мен ана кісімен әңгімелескен кезде 2-3 күн өзім секілді сөйлесті, үшінші күні уже басқадай уже мен басында сенбейтін психолог дегенге мен шыны керек сенбейтін. Бірақ ол кісі айтатын, Айбек, бәр нәрсені ұмыту үшін, мысалы үшін, тек қана жарысқа дайындалардың алдында бәр нәрсені ұмыту керек. Бәр нәрсенің өзінің арнайы психологиялық музыкалар бар. Жаңағыдай көп адамдарға күлкінішті болған шығар ол. Менің тыңдап жүргенім жаңағыдай енді әртүрлі классикалық музыкалар бар, өз арнайы психологиялық немелер бар екен. Солармен не істеп, адамның жаңағы психологпен жұмыс істеп, жарысты ұтылуы да мүмкін, ұтылып қалуы да мүмкін екен де. Өйткені мына психологтардың адамға деген бір енді біздің тренерлеріміз де психолог қой біздің негізі. Бірақ нағыз психолог бұл өмірде барлығын көрген маманы ғой. Біздің тренерлеріміз де психолог, олар енді өмір көрген кісілер жаңағы психологтан алады. Қалай ойлайсың, осы баланың бойындағы қатыгездікті байқаған сәтте психологтарға апару керек пе? Апару керек сақылды. Апару керек, иә? Өйткені жаңа айтып отырсыздар ғой, қатыгездік қайдан шығады деп. Енді жаңағы психология үйдегі енді бәр семья бірдей емес. Өйткені әртүрлі семьядан шыққаннан кейін ол әртүрлі бір классқа мысалы 20 бала болатын болса, мысалмен алғанда, ол 20 түрлі семьядан келеді да, біреу жаңағыдай айтып отыр ғой. Ұрыс керістен, біреу жаңағы байдың баласы, біреу жаңағыдай жағдай жоқ па, әртүрлі психологиямен келіп жаңағы қатыгездіктің бәрі туатын содан да. Ал негізінде жаңағы мектепте бұрын біздің кезде енді болған жоқ оқып жүргенде психолог керек деген. Қазіргі кезде мен өзім осы тақауда мектепке барсам, өзім оқыған мектебіме барсам, сол жерде шындығында психолог маман оқушылармен де жұмыс істейді, ата-аналармен де жұмыс істейді жаңағыдай. Бір жағынан ол ынталандыру, жаңағы қазір енді бір себеп енді тапсырмаудың амалы ғой, 9-дан кейін кетіп қалып психологиялық неменемен көп бала сынып қалуы мүмкін да. Соған психологиялық көбінесе дайындау керек сияқты. Бір жағынан барған дұрыс деп есептейсіз, түбінен оны жоюға болады агрессия. Сұрақ сіздерге қойылды жаңа көрерменнің. Қоса кеткім келіп отыр. Жаңа айтып отыр ғой, көпшілігінде естіп жатамыз, психологтың алдына келгенде тек қана әңгімелеседі, басқа ештеңе жоқ деп. Жаңа сіз дұрыс айттыңыз, бірінші, екінші күні ештеңе байқалмады. Негізі адамның бойында өзінің бір толқындары болады, жаңағы. Қай толқында, қай нотада жүрміз? Агрессия ма, жоқ кішкене жай ма, көңілді ма, болмаса шаршаңғы ма? Сол толқынға түсіп, сол толқынмен бірге, бір толқын арқылы үшінші күні соны орнына қойып, коррекция деп айтады, орнына қойып жібереді. Міне үшінші күн нәтижесін содан беріп жатады. Көрерменіміздің пікіріне қысқадан нұсқа. Бұл жерде айтып менікі дұрыс па, күйеуінікі дұрыс па дейді. Күйеуінікі дұрыс деп айтқым келеді, өйткені еркін өсірген дұрыс деп есептейсіз. Еркін сөйлеу, жаңағы тыйымсыз. Ал бірақ балаға дұрыс тәрбие беру керек, жақсы жаман екен анық айтып отыру керек. Мен де соған қосыламын. Ол мейірімділік деген сөздің ішінде енді тәрбиенің жаңағы қалай деп ше, вседозволенность дейді мынау. Соған жіберді деп ойлап отыр. Солай емес. Ақыл санасына содан кейін ата-бабамыздың өзінің жолдарын айтып отырып отбасында әсіресе. Мысалы, мына жерде мынаны істеуге болмайтыны біздің атамыз. Бұның барлығы әдемі бір теориялық қазір сабақ сияқты да. Бірақ өмірде мен бір мысал айтайыншы, жақсы, сіздер соған байланысты. Рима, сіз де қатысыңызшы, Айбек. Мысалы, кішкентай балаңызбен кәдімгі дүкенге бардыңыз. Керемет бір ойыншықты ана жерде айғай шу шығар бала әперсін деп тұр. Ойыншық 20 мың теңге тұрады дейік. Кішкентай өзі бір ойыншық. Елден ұялып бара жатыр. Мысалы, бала айғай шу тепкілеп ана жерде бәрінің көзінше әпер де әперге басып жатыр. Балаға сол арада, Лимана, сіз айтпақшы. Балам тұра тұр. Жай сөз ұғатын жағдайда емес бала. Лима, не істейсіз? Енді баланы алдау сұратып, басқа бір нәрсеге көңілін бұруға тырысамыз енді. Енді оның айтқан нәрсесін бәрін әпере берсе, бір шектеу болу керек қой. Не істейсіз нақты?
нақты баланы алдаусыратып басқа нәрсеге көңілін бұруға тырысамын. Тыңдамайды бала, жатып алған еденге. Енді қандай жағдайда да енді алмау керек болса, оны значит алмаймыз. Сүйреп алып шығасыз. Сүйреп алып шықпасам да енді алдаусыратып алып шығамын. Былайша айтқанда агрессияға агрессиямен жауап бересіз. Жоқ, агрессияға жауап бермеймін, потому что мен баламды жақсы көремін. Кішкене мейірімді, алдаусыратып, жылы жұмсақ сөйлеп, солай алып шығамын. Көңілін табуға тырысамын енді ол жерде. Өйткені ата-ананың өзінің мінезі жақсы болса, бала ондай ата-анадан ондай бала туылмайды, қиқар бала туылмайды. Limana бала ғой, сіздер қалай әдемі айтып отырсыздар өмірде. Мен сүйреп алып шығып барған, ұрып алып шығып барған ата-ананы көрдім мен. Өйткені демек үйінде отырған кезде алдаусыратамын, алдында ойнаймын. Жоқ, ол үйінде отырғанда ол демек бірінші рет сонда айғай шу, агрессияны көрген бала. Ол соны қайталап тұр қазір. Бұл нәтижесі соңғы жағы алып шығу керек. Бұл жерде кім қарап тұр, ел қарап тұр, мен туралы ұят-ау деген сияқты әңгіменің керегі жоқ бұл жерде. Ойдың да, бұл жерде баланы алып шығу керек. Ол 20 мыңдық ойыншық оған қазір әперуге болмайды. Қалай алып шығуға болады? Агрессияға мен саған алып бермеймін. Болды. Әуре болма, айғайла, жыла, ауына күтіп отырам. Мен айғайлап болып қанша уақыт жылайсың. Одан кейін кеттік жүре береміз. Оны сол ғана. Ал жақсы. Келіншектердің ойы. Мен қазір психологпын демейді, келіншектердің ойы. Енді расында да жаңағыдай айтуға болады, если сондай жасы келген бала болып жаңағыдай көнбей жер теуіп жатып алатын болса, енді қалтаңда болса алып бересің. Қалтаңда болмаса оны еріксіз амалсыздан көндіруге тырысады. Ол бір рет алып бергеннен кейін сізді ол өзіне айтқанын жасатты. Ол бір рет жасатты. Өйткені ол бала манипулятор деп айтады. Бала манипулятор, ол бала өте қу. Бала ақылды, бізден де ақылды. Олар білет ата-ананың несін, мінез құлқын, қалай оны пайдалану керек. Ашуды да, жылап та, құлап та. Мен ашылай дедіңіз. Өте орынды. Тыңдап тұрып көрермен кезде қазір. Жалғастырасыздар ойларыңызды. Көп күтіп қалдыңыз кішкене. Айбектеңіз, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Иә, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Иә. Ләйлә Сұлтанқызы, сізге өте ризашылығым мол. Мына жерде сіздердің қазір болжап отырған тақырыптарыңыз бұл жерде мен ойлаймын ата-ананың көп қажеттілігі керек. Ата-ана балаға жақсы тәрбие берсе, мына болмайды, мына болады. Мысалға, соны үйде көп айту керек. Мына бұрын біз Совет одағында туылдық, дұрыс па? 70-ші жылғымен. Біз 9 жан болдық бір отбасында. Мысалға, ата-аналарымыз бәрін әпере алмайды. Біз алғымыз келеді. Мысалға, магазинге барған кезде дүкенге бір көйлекті көріп, сонда бірінші майға киіп барғымыз кеп, арманда мамамызға кеп айтамыз анамызға. Анамыз, балам-ау, мынанша жансыңдар. Сен Раушанның мысалы соның несін киіп бара ғой. Ол ғана әперекте, ол үлкеніміз. Сол сияқты балдар жақсы тәрбиелесек, мен ойлаймын, бұл өте негізі ата-анаға байланысты бұл жерде. Бұна айфон деді ма? Айфонды әпереді. Ойбай, пәленшенің баласы, мынандай телефон апты мама. Соны алып береді, мысалға, ол дұрыс емес. Мен өзім де көріп жүрмін қазір. Мысалға, ұлларым өсіп, 2 ұлым бар, Алланың берген. Мама, біздің класста мынандай бір нәрсе шет деген шықты, бір нәрсе сен деген шықты. Біз жалпы дүниемен байланыстырмайықшы баланың бойындағы қатыгездікті. Ол дүниені әперу, сол қатыгездікке апарат деген дұрыс емес түсін қалыптастырайын деп отырмыз. Мәселе ол, мүмкін ол мүлдем айфонда да емес шынында да мәселе. Келісесіз ғой? Қазір кішкентай 3 жасар балаға, мысалы, алло. Иә, айта қойыңыз. Маған дүкенге кіріп қалсам, баласына қарап тұрады. Қай ойыншықты таңдайсың деп ата-ана. Жоқ, баланың бойындағы агрессия, қатыгездік, жаңағы айтылып отырған қылмыстың барлығы неден туады дегенге келтіріп отырмыз біз қазір. Ол отбасылық жаңағы біздің тәрбиемізден туады. Яғни сіз балаңызға айфон әперсеңіз, болмаса басқа бір телефон әперсеңіз, балаңыз қатыгез болады ма? Жоқ, ондай емес. Мен ол қатыгез болады демеймін. Ол алло. Иә. Тыйым салу. Былайша айтқанда сіз тыйым салу керек. Тыйым салу керек, көп нәрсеге. Қатал ұстау керек. Тез біз қазір ата-аналар тез беріліп кетіп жатырмыз балаларға. Ләйлә Сұлтанқызы, біз тез беріліп кетіп жатырмыз. Өйткені біз сол балалардың айтқан істегіміз келеді көбінесе. Балалар бізді жеңіп бара жатқан сияқты. Былайша айтқанда сіз ата-ана ретінде ата-аналардың атынан өз кемшілігіңізді өзіңіз мойындап тұрсыз, дұрыс па? Иә, солай болып тұр ғой. Солай ма, Риман? Солай болып тұр. Жаңа сіздер айтып жатсыздар психолог деп. Мен ойлаймын, менің балаларымда, 2 баламда да агрессия болған емес сондай.
ол агрессивный балаларды көріп жүрміз, иә, көшеде шалқасынан жатып басын асфальтқа ұрып жатқан балаларды. Енді жаңа колониядан кейін Ол колониядан кейін менің балаларымда агрессия жоқ. Төбелес ол әншейін ойнап қалады менің Жалпы түсінеді менің балаларым. Мысалы үшін тәртіпті, енді мен кішкене қатқылдау ұстауға тырысам баланы. Кішкентайынан. Бірақ енді өзі қазір жалғыз болды ғой. Үлкен бала өсіп кеткеннен кейін айтқанын істеуге тырысамыз. Бірақ енді барлық нәрсенің шектеуі бар ғой. Бұл да шектен шықпайды. Бізде өзіне керекті нәрсені ғана әпереміз. Енді шілей көшеден бір нәрсені көріп келіп, бақырып шақырып әпер деп ондай болған емес. Жақсы, сіз жаңағы колонияда жұмыс жасағанда көп балалармен тілдесіп, сырласқан шығарсыз, иә? Сол кезде бұл қылмысқа неге барғандығын сұраған боларсыз. Кез келген адамға ол қызық. Иә, мен көп жыл жұмыс істедім, ол кезде енді сіз қазір соған кішкене тоқталасыз, бізде жарнама. Рима, асықпаңыз. Естеріңізде ме, сонау 90 жылдары рэкетир деген болды, рэкет, сайгак деген болды. Енді түрлі сондай қылмыстық топтың көбісінде осындай спортпен айналысатын жігіттер болды. Жасырын емес, Айбек. Рас, е? Расында да солай. Қазір енді олар жоқ демек, олардың барлығы басқаша аталатын шығар қазір. Түрлі бизнесмен болып кеткен шығар олар. Қазір де сол спортта жүргендердің көбісі енді мықты төбелесе алады. Енді бұл былай ғой, спортқа жаңағы үйдегі тәрбие бөлікті, жаңағы тренировка, жаңағы боксты көрсетіп жатыр ғой, мысалы бокс болсын, жаңағы күрес болсын, спорттың қай түрінде орта бөлік болады бәрібірде. Біреудің психологиялық баласы может басқадай болып келуі мүмкін, біреу басқадай, сонымен өздері бір-біріне тіл табысып, содан кейін жаңағы қатыгездіктің көбі содан туады негізінде. Ал біздің мына спорт өз өнерде, спорттың болсын, өнерде болсын, жұлдыз ауруымен ауыру деген пайда болады да. Жұлдыз ауруымен пайда болу деген жаңағы жетістікке жетсін, жетпесін, енді Құдай сақтасын, өзіміз олып көрген жоқ, бірақ көзімізбен көріп жүрген балалар болды да. Сонда керемет жетістікке жетпесе де жаңағыдей жұлдыз ауруымен ауырып, жаңағы қатыгездіктің бәрі сол жұлдыз ауруынан басталады да. Ол өйткені ешкімді жаңағыдей менсінбейді, көтерілсе, соны көтере алмай кетеді. Оған біреу қазір демеу беріп жүретін болса, бір үлкен азамат демеу беріп жүретін болса, ол сол қатыгездіктің де тууы мүмкін да. Өйткені ол сондай аурумен ауырып жүрген бол, ол ауру емес, бірақ біреудің қолшақпарына айналуы мүмкін. Қолшақпарына айналып кетуі мүмкін да. Енді біз үлкендер туралы айтып отырмыз бұл жерде де. Бұл жерде менің түсінігімде ол ақыл тоқтатқан жасына қарамай, мысалы бәрібір бір жаман жолға түсіп кетуі мүмкін деп отырмыз. Мен қазір тағы да бір сондай суық ақпаратты айтқым келеді. 2014 жылдың 7 ақпанында Оралда болған оқиға. 6-8 сынып оқушысы ұстазын аямастан жұдырық астына алған. Мұғалім мен оқушы арасындағы төбелес ушыққаннан соң сыныптастары досы мен ұстазын әрең ажыратып алады. Ал Ақтауда 14 жасар мектеп оқушылары құрбысын тепкілеп, сау тамтығын қалдырмаған. Тіпті жақ ашсаң, жаныңды аламыз деп сес көрсеткен. Мұндай мысалдар қарап отырсақ өте көп. Рима ханым бүгін бізде Дәулет, кішкентай 11 жасар Дәулетпен келіп отыр. Рима ханым, өзіңіз баяғыда Тараздағы сондай колонияда жұмыс істедіңіз, жаңа айтып қалдық. Қылмыскерді көзіңізбен көрдіңіз. 9 сынып оқушысын, 10 сынып оқушысын. Себеп салдарын сұраған жоқ емес, сіз сұраған шығарсыз енді, ана ретінде де. Әрине, енді біздің бір отрядпен жұмыс жасаймыз. Отрядта 20 бала бар. Ол 20 баланың әрқайсысына мынандай историясы бар, тарихы бар. Оның келу тарихы. Баланы бірден апармайды колонияға. Мысалға, мектеп жұмыс істейді, участковый жұмыс істейді. Әбден уже ісі өтіп кеткеннен кейін, көп болып кеткеннен кейін барып колонияға келеді, 3 жылға, 6 айдан 3 жылға дейін олар қамайды. Енді ол жерде жаңағы балалар себебі, мысалы үшін бір 9 жасар баланы әкелді Атыраудан. Ол бала өте сабақ жақсы оқитын, момақан, тәрбиелі, ибалы, бір керемет әдемі бала. Енді біз таң қалдық. Сосын 9 жастағы бала. Енді бұл неге келді осыған деп, оның историясын ашып қараймыз ғой. Балалар көбінесе айта бермейді өзінің қылмысын. Тұйық болады. Тұйық болады. Сөйтсек, оның шешесін жаңағы әкесі күніге мас болып келіп сабайды екен. Ол жаңағы кішкентайынан көріп өскен 9 жасқа дейінгі сол. Сосын шешесіне аяушылық танытып, бір күні әкесінен барады да, шешесін ұрып атқан жердің арқасынан 9 жеріне пышақ салып, әкесін өлтіреді. Енді ол бұрын қылмыс істемеген бала, былайша айтқан кезде. Енді бұл жерде кім кінәлі? Әкесі өмір бақи ішіп келіп, жаңағы көрсеткен өнері көзін ашқаннан баланы көрген сол, соны анасына жаны ашығандықтан, анасының көз жасын көргісі келмегендіктен сондай қылмысқа барды деп ойлаймын. Енді басқа жағдайда көбісі атасы мен әкесі мен шешесі бірге ішетін адамдар. Кім қуалайды деп жатырмыз. Жаман адамдар. Ол да болады. Өйткені әкесі мен шешесі бірге арақ ішетін, балаларын далаға жұмсап жіберетін, ақша тауып келуге, ұрлыққа, кәдімгідей қылмысқа итермелейтін, бөтелке жинап келуге жұмсайтын, сондай балалар көбінесе келеді бізге.
Сосын енді былайша айтқанда бір прокурордың баласы да келген жағдай болды. Бүткіл жаңағы благополучный семья деп айтуға болады. Оның еркінен просто қызық болған оған енді велосипед ұрлаған балалармен бірге. Сосын өзі әкесі әкеп 6 айға тәрбиелеуге берді. Наказание деп. Дәл сол колонияға. Иә. Өйткені демек оның шамасы жетпеді деген сөз. Әке-шешесінің шамасы жетпеген жағдайда. Әртүрлі жағдай болады, иә, әртүрлі жағдай. Шынында да көрерменіміздің де басына бір жағдай бар екен, көмек сұрап хабарласып тұр дейді. Тыңдап тұрмыз сізді, сәлеметсіз бе? Иә, қайырлы күн. Лиман ханымға сұрақ қояйын деген едім. Дұрыс. Қойыңыз. Мен 3 жасқа толған балам бар. Иә. Және кішкентай 6 айлық қызым бар. Сол үлкен балам өте қатты ашуланады. Одан кейін түнде сағат 3-терден бастап сағат 9-ға дейін ұйықтамайды. 3-терде тұрып кетеді, қорқамын деп, дірілдеп, секіріп үстімізге мініп алады. Осының бәрі не екен? Өте қатты ашуланады. Қорқамын даже, көгеріп қалады. Сосын мә деп сұраған затын бәрін беремін. Не сұраса, көгеріп қалады да жылағаннан. Сосын сұраған затын бәрін беремін. Болды, осы көгермесінші қорқамын да, дірілдеп, көгеріп қалады, дірілдеп кетеді, қорқамын дейді. Көшеге таза ауаға шығарайын десем, ұшып жүрген шымшықтар, ұшып жүрген нелер, мысықтардан да қорқады. Қорқады. Соны сұрайын дегенім. Денсаулығында ақау жоқ па? Денсаулығында жақсы деді, невропатологқа алып бардым мен, бәрі жақсы деді. Қызғаныш дейді. Екінші бала туылған содан болған дейді. Білмеймін оны. Өзім сосын айқайлап жүремін, шыдай алмай. Психологияға алып қойған оны. Бұл жерде қызғаныштың сыры байқалып тұрған жоқ. Бұл керісінше жаңа ауытқушылық, түнде 3-тен таңғы дейін ұйықтамайтын болса, демек оның ұйқысы жоқ, ол балада бір қорқыныш, іштей бір қысым бар, жүйкесінде бір кішкене ауытқу бар. Оны дәрігерге жақсылап қарату керек, психологтарға да қарату керек. Ол баламен жұмыс жасау керек негізі. 3 жасар баланың психологты тыңдайды ғой? Ол бала іште, ананың ішінде жатқанда басталған бір не болуы мүмкін, дерт болуы мүмкін. Оның ішкі жаңағы қысым, давление деп айтамыз ғой, ішкі қысым, жаңағы да басқа да бір жағдай. Енді хабарымыздың жүйке аурудың бір түрі ол. Соңына жақтап қалып, Римана, енді жалпы бізді көріп отырған қаншама аналар бар. Көп аналар бізге хабарласа алмай жатыр, түсініп отырмын. Бірақ ана ретінде де мен өзім осы сұрақты қойып отырмын. Сіздердің барлық аналардың атынан қояйыншы. Жалпы егер баланың бойында бір агрессияны қалай байқауға болады, ол бір. Байқаған жағдайда не істеуіміз керек, ол 2. Нақты, қандай оның формалары болады? Біреуді міндетті түрде ұрып тастау керек емес шығар, жаңа қан жасағып. Керісінше бір ызақор болмау керек шығар. Қалай байқалады осы агрессия? Қалай байқауға болады? Ол білмеймін енді. Ол байқалып тұрады, өйткені жаңағыдай айтқаны болмаса, қолына түскен нәрсені лақтырып жібереді. Это психопатичное состояние деп айтады ғой жаңағыдай. Болмаса жаңағыдай бірден айғайлап, қол салып, баламен ұрсып, төбелесіп деген сияқты сондай әрекет көрсетеді. Айғайлайды, жылайды, долданады деген секілді. Сол кезде ол бала тынышталған кезде ол баламен әңгімелесу керек. Сипалап отырып, арқасынан қағып, мақтап ол баланы, сен сондай ақылды, сондай жақсысың. Мен саған сенем, сен бәрі жақсы болады. Сен не нәрсе шешілмей тұрған. Ішкі бір конфликт бар, түйін бар да, ол шешілу керек. Соны тарту керек, соны алу керек. Соның жаңағы баланың ішкі жан дүниесі дейді, соның жаңағы нотасы, соның ритміне түсіп, сол арқылы бірге шығу керек. Баламен бірге ренжіп, жаңа, мен сені түсініп отырмын деген сияқты, сол баланың жағдайына дейін түсу керек. Одан кейін ол баланы жаңа қуаныш, қандай бір үмітпен, мақсат арқылы алып шығу керек өзімен бірге. Ары қарай жұмыс жасау керек. Ата-ана баламен бірге еңбектену керек. Бірге жаңағы қалай айтады, ішкі жан дүниесін бірге сезіну керек, бала соны білу керек. Ананың соған жаны ашып тұрғанын, өзімен бірге қайғырып тұрғанын бала сезіну керек. Кей жағдайда біз жоғарыдан тұрып айтамыз. Не себеп? Не нәрсе ол сені алып бара жатқан деп сыни көз қараспен жаңағыда айғайлап, болмаса баламыз өзіміздің не жетпей жатыр? Жылама. Өзіміздің мен күнде айтатын сияқтымын ол сөздерді. Эмоциялық біз өзіміздің баланың инструментіне айландырып жатамыз мысалға. Инструмент деген зат, бүгін менің көңіл күйім болмаса, демек балаға мен айғайлай салуым керек. Бүгін менің басқа адамға көшеде жұмыста шаршап келсем, демек баладан ашуымды алуым. Өйткені бала аяққа оралып бірінші бала келеді ғой. Бүкіл біздің бойымыздағы энергия, бүкіл бойымыздағы күш қуатымызды, эмоциямызды біз балаға. Сондықтан да біз кейбір балалар ашылмауы мүмкін. Бала ашылмауы мүмкін. Ол жағдайда бар. Мысалы, сен 11-десің, қазір? Қанша жасында үйленесің? Білмеймін. Мысалы, шамамен? 25-26. Неге 20 емес? Ерте ғой. Ерте ма, 20 жасында? Неге 30 емес?
30 кеш болып қалады. Кеш болып қалады ма? Жақсы. Ұнататын қызың бар ма? Жоқ. Шын. Анасының алдында айтпайды, ондай әңгіме. Бізден менің сырын жасырмайды, бұрын болған. Бұрын болған? Бұрын. Біз көп әңгімелесеміз. Мен соны сұрайын деп отырмын. Анаңның жасыратын сырың бар ма өзіңнің? Жоқ. Мүлдем жоқ. Айтам. Түсінеді, мама, түсінеді. Түсінеді екен мама. Бәрін айтасың, е? Ақмарал деген біздің болды ғой бұрын. Енді оның кісен ұялып отыр, жалпы. Эфирден ұялып отқан шығар, маған бәрін айтып келеді бірақ. Жаңа сен енді төбелесті анам білмейді дедің ғой, не үшін төбелес болғанын. Бірінші құпияңды мен білдім. Мұғалім айтады. Апай айтып қояды мамаға. Мен айтпай ақ қойын, бәрібір апай айтып қояды ма? Мама бәрін біледі. Ешқандай құпия жоқ, е? Бәрін айтасың? Иә. Достармен болған әңгіменді айтасың? Иә. Достарың ішінде боқтап сөйлейтіндер бар ма? Мысалы, сөз арасында былай кетіп қалады. Жоқ. Боқтамасың ба? Жоқ. Ең қатты жаман сөз қандай сөз деп ойлайсың сен? Қазақша. Жаман. Бірақ білесің, е? Міне, біз қазір көрермендердің де ой пікірін білгіміз келіп отыр, экранға назар аударыңыздар. Мен ойлаймын, мысалы, әртүрлі бағдарлама көргеннен содан қатыгез болу. Қатыгез бала отбасының тәрбиесін дұрыс тәрбие бермеуінен шығады. Бала тәрбиесі отбасынан басталады. Бала үйде не көрсе, сол өзі қалыптасады. Одан ары қарай енді балабақшаның міндеті. Жеке ойым, мен ол ата-анадан, үйдегі тәрбиеден, сол ата-ананың көбінесе қазіргі кезде жұмыста көңіл бөлмейді балаларға. Соның әсерінен деп ойлаймын. Қазіргі кезде өте көп жаңа теледидардан көрсетеді әртүрлі фильмдер, содан болады шығар. Немесе жанұясында болуы мүмкін. Жанұяға да байланысты. Ойындарда олай болуы мүмкін, но көбірек не ғой, тәрбие бағу. Баласын сүйіп, оған керекті нелерді әр сұрағына жауап бермей алса, онда бала не болмайды. Телевизор, ойын, әртүрлі компьютерлік ойындар, өйткені балалар көбінесе өз-өздерімен болады. Ата-аналар мысалы таңертең кешке жұмыста болады, сондай уақытта балалар өздерімен өздері кинода, интернет желілерінен әрине барлығын тереді, қарайды, ютубтан мысалға балалар өздері қалаған нәрселерін көреді. Сондықтан да ол жерден де алуға болады. Яғни қатып қалған заң жоқ. Интернет желісі, адамгершілік баланың өзінің жеке қасиеті және жаңағы тәрбиесі и отбасындағы жағдай әрине. Бір қарағанда құрметті көрермен бәрін білетін сияқты болып көрінеміз. Шынында да жеткіншектер болса жалпыға бірдей заңды біле бермейді. Мамандардың айтуынша жасаған қылмысы үшін сот залына келінген балаларының мен бұлай боларын білмедім деп өкінеді екен. Жуырда педиатрлар мен психологтар әлемнің 50 еліндегі 10 мен 15 жасар балалар арасында сауалнама жүргізген. Мақсат бүгінгі баланың нені армандайтынын білу. Нәтижесі қалай дейсіздер ме? Үлкендер ойлағаннан мүлдем бөлек. Сауалнамаға қатысқан жасөспірімдердің 85% болашақта жоғарғы білім алып, білікті маман болғылары келетінін айтқан. 32% жақындарына тілекші екен. Мысалы, ата-анам ауырмаса екен, әкем жақсы жұмыс тапса екен деген ізгі ойларын ортаға салған. Ал қалған 8% жаһандық проблемалар шешімін тапса екен деген асқақ армандарымен бөлісе керек. Жер бетінде тыныштық орнаса, ешбір елде аштық болмаса, соғыс болмаса, қатерлі аурулардың емі табылса деген тілектің барлығы осы 8%-ға тиесілі. Сондықтан кейде біз мүмкін өз баламыздың бойынан өзіміз тіміскеленіп, жамандықты іздеп отыратын шығармыз әрбір ата-ана. Кім білсін, е? Баланың көрдіңіздер ме? Сауалнаманың нәтижесі керісінше. Көп бала әкем жақсы жұмысқа орналасса екен деп армандайды. Үйдегі мәселелер шешіліп жатса екен. Үйдегі мәселе шешілсе екен деп. Демек ата-ананың бетіне қарап отырған балалар ғой. Ата-анасы бақытты болғанын қалайды. Бізде 1 минут уақытымыз бар. Ой пікірлеріңіз көрермендерге айтар болса. Мен айтқым келіп отқаны, егер кез келген бала ата-ананың екінші жағы, айнаның екінші жағы деп айтуға болады. Үлкен адамдар өзінің эмоциясын жасыра алады. Маска киеміз, әдемі болып көрінгіп, жылы сөйлеп, әдемі инабатты адам болып көрінгіміз келеді. А балаларда маска жоқ, олар жасыра алмайды. Сондықтан да баланың бойынан қандай да бір қатыгездік, агрессия байқасаңыздар, демек өздеріңізді, бойларыңызды түзеулеріңіз керек деп айтқым келеді. Дұрыс, мен осы жерде қосылар едім. Біздің қазақта сөз бар ғой, текті жердің қызын ал дейді. Жаңағы сіз айтқандай,
отбасында ол қандай тәрбие көрсе, ертең ол өзі отбасын құрғанда, менің де мысалы ұлым бар, 2 немерем бар. Ол да сондай көреді. Ұлыңызда директор ба? Ау. Ұлыңызда директор ма? Ұлым осында бір үлкен кәсіпорында. Қандай керемет. Басшылық қызметте. Енді әкесіне ұқсаған қолы. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді ғой енді. Айналып келгенде енді отбасынан да көп нәрсе басталады. Айбек мырза, сізді қаншама өзіңізден кейінгі ілескен спортта жүрген жігіттер қарап отыр. Сіз олар үшін идеалсыз. Айтыңызшы жігіттерше. Жақсы жігіт болу үшін не істеу керек? Азамат болу үшін, елін ойлаған. Жақсы жігіт болу үшін біріншіден адамгершілікті түзеу керек те. Ниетімен адамгершілікті түзейтін болса, ол ешқашан далада қалады деп ойламаймын. Өйткені жігіттің де жігіті бар деп айтып жатады ғой. Бірақ енді қазіргі әртүрлі мына өмірдің ағымына байланысты солай кетіп жатыр да. Бірақ негізінде сол ниеті түзеп, жаңағыдай адамгершілікті көбейте білу керек. Сонда ер жігіттің ол жаңағыдай айтып жатсыз ғой, қатыгездік сол кезде пайда болуы мүмкін. Сол жаңағы өз-өзін сабырға келтіріп, жаңағы адамгершілігін көрсетіп, жаңағыдай сыйлымды болып отыратын болса, ол бала енді шынын айтқанда көпке барады деп айтуға болады. Мына жігіттің жігіт сол кезде белгілі бола ма деп ойлаймын. Дұрыс, біздің қазақтың жігіттерінің барлығы сұлтан болса екен деген тілегім бар. Балапан, айта қойшы, Дәулет. Мысалы, қатыгез адамдарды көрсең, сен оларға не айтасың бірінші? Қандай қатыгез болмау керек екенін айтар едің, үйретер едің? Тәртіпті бол. Тәртіпті болыңдар деп, иә? Тәртіптің арқасында қатыгездік болмайды. Енді мектеп баласы ғой, ең басты тәртіп деп үйреткен болу керек. Жалпы халқымыз ағаш түзу, өсу үшін оған көшет кезінде көмектесу керек. Үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың деп текке айтпаған. Баламыздың бойында жастайынан ізгілік, мейірімділік, адамгершілік сияқты құнды қасиеттерді сіңдіріп, өз-өзіне сенімділікке тәрбиелесе ғана ата-ана ретінде парызымыздың орындалғаны. Қатыгез бала аспаннан түспейді. Оған қоғамның да, ата-ананың да, ортаның да өз әсері бар. Біздің тілеріміз әрбір бала мейірімнен өссе екен, жылулыққа мұқтаж болмасын дейміз. Сау болыңыздар, рахмет студияға келіп, өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңізге. Рахмет, Дәулет.